Бүгінгі шығарылым: аяғыңызды 20 минут көтерсеңіз, 5 аурудан құтыласыз. Мүмкін күнделікті 20 минут аяғыңызды көтеріп жату соншалықты пайдалы деп ойламассыз, бірақ сол 20 минут сіздің бойыңыздағы бірнеше дерттен сақтайды. Аяқты күнделікті көтеріп жату арқылы қалтаңыздан ақшаңыз да, қымбат уақытыңыз да кетпейді. Оны жаттығу емес, емдеу десе де болады. Себебі аяқты көтеріп жату сізден физикалық күшті талап етпейді. Дұрысы, оны йогаға теңеу керек. Мамандар оның денсаулыққа тигізер бірнеше пайдасы бар екенін айтады. Сіз де мұны біле жүріңіз. Жүрек күніне қанша жұмыс атқарады, бойыңызда қанды айдап тырнақ ұшына дейін жетуін қамтамасыз етеді. Денеде қан айналымы дұрыс жасамаса, аяқта варикоз пайда болуы мүмкін. Оның алдын алу үшін жаттығу жасап тұру керек. Жаттығу аяқтағы тамырлардың кеңеюін алдын алады. Жаттығуды қалай дұрыс жасау керектігін айтатын боламын. Ең бірінші, шалқаңыздан жатып, аяғыңызды жоғары көтеріп, қабырғаға тірейміз. Сонда денеңіз жерде, ал аяқтарыңыз тікесінен тұру керек. Денені осы қалыпта 20 минут ұстап тұрыңыз. Қолдарыңызды барынша еркін ұстаңыз. Басқаша ешбір қимылды қайталаудың қажеті жоқ. Бойыңыздағы тепе-теңдікті сақтап, өзіңізді тыныш әрі жайлы сезініңіз. Бұл қалыптан шығу үшін алдымен тізеңізді көкірегіңізге қарай тартып, бүйірге қарай аунаңыз. Жаттығуды орындау үшін міндетті түрде жеңіл әрі қолайлы киім таңдаңыз. Белді қысып тұратын резеңкелі киім кимегеніңіз абзал. Мұндай киім жаттығудың пайдасын жоққа шығарады. Өйткені жаттығудың негізгі мақсаты қанның ағзада айналуын дұрыстау, ал резеңке қанның айналуына бөгет болады. Аяқты жоғары көтеріп жатудың 5 пайдасы. Аяқ ісінуі көбінесе қан айналымының дұрыс болмауынан пайда болады. Кейде бүйрек, жүрек пен артық салмақтың салдарынан да ісініп кетуі мүмкін. Сол себептен ең алдымен аяқтың ісінуінің себебін анықтап алған жөн. Кейін оның еміне аяқты көтеріп жату жаттығуын да қосу керек. Екінші, күні бойы тік тұрып жұмыс істейтін жандардың түнде аяқтары ауырады. 20 минуттық жаттығудың аяқты жеңіл қалыпқа түсіреді. Үшінші, егер аяқ бастан жоғары тұрса, бұл сұйықтықтың ағзада жиналып қалуымен ғана күреспей, асқазанның жұмысына да әсер етеді. Ішектердің қозғалысын реттеп, астың қорытылуын жақсартады. Іш қату сынды мәселе де оң шешімін табады. Төртінші, жаттығу тыныс алуды да қалыпқа түсіреді. Дененің осылай тұрысы барынша көп ауа жұтуға көмектеседі. Мұның нәтижесі бір қалыпты тыныс ала бастаймыз. Бұл жүйке жүйесіне де тыныштық сыйлап, іш, мойын бұлшықетінен түсетін күшті басады. Бесінші, жаттығу мидың оттегімен барынша толтырып, оны тыныштандырады. Тән мен жанда тыныштық пен үйлесімділік орнайды. Жаттығуды күн сайын жасаңыз, көп күтпей-ақ жағдайыңыздың жақсара түскенін байқайсыз.